Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін мен адам ағзасына пайдасы тиетін қызыл қылшамен пісетін нанның рецептімен бөліспекшімін. Ең бірінші қызыл қылшаны жақсылап тазалап аламыз. Қабығын ашып дайын болған қызыл қылшаны кастрөлдегі суға салып, кемінде 40 минутта жақсылап тұрып жұмсартып қайнатып алуымыз керекпіз. Әбден жұмсақ болғаннан кейін оны енді өстіп майдалап турап аламыз да блендерден өткіземіз. Ары қалып кетпейтіндей етіп майдалау керек боламыз. Жақсылап өткізуіміз керек. Біз арасында ары қалып кетпеу керек. Дайын болған қызыл қылшаны ыдысқа салып, дайын болған қызыл қылшаның үстіне 5 қасық шекер салдық. Енді қамыр қосқышпенен нан ашытқышты ара саламыз. Және алма сірке суынан құямыз азын аулақ. Енді жақсылап араластырып, үстіне ұннан саламыз. Араластырып, дайын болған сместің үстіне жайлап ұннан саламыз. Ұнын салып дайын болғаннан кейін иін қандырып, илейміз. Енді жақсылап иін қандырып илейміз. Дайын болған қамырды жақсылап илейіп, сары қарай қану керек әбден. Енді ыдысқа салып, бетін жауып қойып қоямыз. Келесі қамырды илейміз. Бұл ашу керек. Біраз уақыт қалдырып кетеміз, бетін жауып, жылы қылып. Үйдің температурасымен өзі көтеріліп ашиды. Енді екінші қамырды илейміз. Жылы суға тұз саламыз. Тұздың үстіне қамыр қопсытқыш саламыз. Және қамыр ашытатын ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сүт құямыз. 100 грамм сүт құйдым мен. Соның өзі жетеді. Енді ары қарай тағы да кішкене су құйып жіберіп, енді осының үстіне ұнын салып илейтін боламыз. Жақсылап қамырды илеп, иін қандырамыз әбден. Мына енді жақсылап иін қандырамыз. Дайын болған қамырды алып, тағы да илеуге тырысамыз. Себебі иі қану керек.
дайын болды. Енді бұны да тоже бетін жауып ашытып қоямыз. Бір сағатқа дейін қалдырып қоям. Мына екеуі де уже ашып дайын болды. Енді домалақтап, әрқайсысын домалақтап шығамыз. Бұл адам ағзасына пайдалы және де қанның құрамын жақсартатын нан болады. Қазір барлығын турап шығамыз, жақсылап. Бірдей қылып турап аламыз. Қызыл қылшамен піскен нанның адам денсаулығына жақсы, сіңімді болады, және де ішкі құрылысқа да жақсы. Бәрін кесіп дайындап болғаннан кейін барлығын домалақтап шығамыз. Бәрін біргелкі тегіс қылып, бірдей қылып домалақтап шығамыз. Бұл енді дайын болды. Енді келесі қамырды дайындаймыз. Келесі қамырымыз біздің жай ғана суға үйленген, сүтке үйленген қамыр. Бір-біріне жабысып қалмас үшін кішкене араларына алшақ қоямыз. Енді ақ қамырымызды дайындаймыз. Бұл да ашып дайын тұр екен. Бұл қамырымызды ашып дайын тұр. Енді осы қамырымызды бірдей қылып кесіп алып, дайындап аламыз барлығын. Міне уже енді жайып бастаймыз. Осы бірінші домалақтап тоже дайындап аламыз. Дайын болған қамырды жайлап асықпай жайып аламыз. Бұны да домалақтап дайындап аламыз. Енді жайып бастаймыз дайын болған қамырларды. Оның сүйіп аламыз, жабысып қалмас үшін. Майға да елесе де болады. Онымен де елесе де болады. Жайса болады. Дәл осылай етіп, барлығын бірыңғай етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырларды қатты үлкен қылмаса да болады, негізі.
бәрін осылай бірдей етіп жайып алғаннан кейін барып бәрін бірдей етіп жайып алдық. Енді осының ішіне жаңағы дайын болған қызыл қызылшадан жасалынған қамырымызды ішіне салатын боламыз. Міне дәл осылай домалақтап бәрін салып шығамыз. Осылай барлық қамырларды ішіне салып шығамыз. Біразын салып дайындап қойдық. Енді бірінші пісіріп аламыз. Бұға бір 10 минуттай қойып қалған алып, духовкаға салып пісіріп аламыз. Орталарын пышақпен тілуге де болады. Енді соңғы жағын қалғандарын қойып аламыз енді. Енді осылай бәрін бірыңғай жайып дайындап аламыз.
Мінекей нанымыз духовкада пісті, дайын. Бұл адам ағзасына пайдалы нан, қызыл қылшамен піскен нан.